Қайырлы күн достар, сіздермен бірге жастар бағдарламасы. Өзің таныстыра кетсең? Есімім Ибрагим Елдана. Ордабасы ауданынан келдім. Жасым 13-те. Осында келген мақсатым актриса болу. Актриса болғыңыз келеді, иә? Басбек Қысыныш. Темірланнан. Темірланнан, мектеп оқимыз, иә? Кәусар. Кәусар қай жақтан келді? Темірланнан осы. Темірлан қаласынан, иә, өзіміздің. Ақбаян. Ақбаян, қош келдің біздің бағдарламаға. Рахмет, қош. Ақбаян, жасыңыз қаншада? 12-де. Жасың 12-де, иә? Сәлем достар, эфирде тағы жастар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Бексұлтан Салыбек, және бүгін бағдарламамыздың ерекше қонағы киелі санының иесі, яғни 7 жасар қонағымыз Арнұр. Қош келдің, қалың қалай? Жақсы, өзіңіздің қалыңыз? Менің қалым жақсы. Үй іші бәрі жақсы ма? Иә. Бала-шаға аман есен? Иә. Жалпы сіздің актриса болудағы мақсатыңыз не? Не үшін актриса болғыңыз келеді? Кейбір орындалмаған арманыма жеткім келеді. Ата-анамды таң қалдырғым келеді. Бұдан да көп достармен араласқанды жақсы көремін. Керемет, тамаша. Яғни адамдарға жақсы тән тәрбие және де андай бар ғой, біреулер ужаскіне түсіретін мейірімді, сондай адамдар мейірімді болсын, сондай сияқты. Жалпы сіздің актриса болудан мақсатыңыз көрерменді тәрбиелеу, иә? Мақсатым сол журналист, алға қойған мақсатым сол. Және анамды қуантқым келеді. Сосын көп елдерге барып, осы елдерге барып енді осылай сияқты актриса болып түсіп, киноға сөйтіп, егер қолым бос болып жатқан жағдайда журналист боламын. Негізі актриса да журналист те болғың келеді, қазіргі таңда? Негізі екеуіне де қызығам. Молодец. Өйткені қазіргі таңда актрисалар әрі журналист те болады, әрі киноға да түседі. Достарды көбейту, адамдармен еркін сөйлесу алу. Және сен өзіңді былайша айтқанда ашыққың келеді, ашық, шустрый кәдімгі жан-жақты қыз болып тәрбиеленгің келеді. Сол үшін актриса болғың. Не үшін актер болғың келеді? Болудан мақсатым киноға түсу. Киноға түсу. Ал қандай киноларын айт? Маған қарындасым Қарлығашым деген кино, Үкілі әуен деген мультфильм ұнайды. Қазір біз сіздің эмоцияңызды анықтаймыз, яғни мимика, камераға қарап көрсетесіз. Сізге қазір бір суреттер көрсетемін. Осы суреттегі белгіленген образдарды қайталайсыз. Өйткені ол бізге керек болады. Түсінді ма? Жарайды. Керемет. Қорқып тұр, Иә. Одан кейін қолыңызды осы сияқты істесеңіз болады. Бұл не істеп тұр? Тынышталдырып тұр, Ал мынау көкем не істеп тұр? Қалай? Көрсетсеңіз болады. Айқайламай мимикасын көрсетсең де болады. Жоқ, дәл осылай да ашулан. Камераға қарап ашулан. Көрсете алмаймын деген нәрсені айтпау керек. Өйткені сен көрсету үшін келдің ғой сонша жерге. Уақытыңды бөліп, дұрыс па? Так, мына қыз не істеп тұр? Кәнекей көрсете қояйық. Бұның барлығы бізге керек болады, өйткені сенің бет пішініңнің қалай ойнайтынын біз көреміз. Сол үшін де сұрап жатырмыз. Ал, вообще. Таң қалып тұр. Қалай? Көрсете ғой. Ал, көкем? Айқайлап жынданып тұр. Кәнекей? Керемет, Елдана. Кеттік. Осының бәрі бекер болды ғой. Жақсы. Қайталасаңыз бұл. Мә, солай ма? Мен олай ойлаған жоқ едім. Таң қалып тұр, Иә. Керемет. Мә, күшті ғой оның бәрі. Қалайша? Болды. Бәріне ренжітім. Жақсы, керемет. Необычно, я? Я, олай ойлай бересіңдер. Жақсы, супер. Мен сіздің сөзіңізге әрқашан қосылып жүремін ғой.
және тыныштамамыз, иә? Ашуланып болған соң. Иә. Ал Кевин не істеп тұр? Мен сондай ма? Сондай деп ойламаппын. Или қорқып тұр, иә? Керемет. Ал кетіп бірінші сурет не істеп тұр? Енді бұл сұмдық деп тұрған сияқты ма? Сұмдық. Иә. Қорқып тұр ғой? Соны қайталасаң болды, көрсетеміз. Керемет. Ал мына көкем не істеп тұр? Бұл окей деп тұр. Жарайды деген сөз. Жарайды, мақұл деп па? Қош болды. Мені ашып жібердің ғой деген сияқты ма? Келесі мына кісі? Бұл айқайлап тұр. Айқайлап, ашуланамыз кәдімгі. Иә. Сосын не істейміз? Бұл Ренжип. ренжіп тұр. Қане ренжип? Тура сурет істеп көрші қане. Кеттік енді? Қуанып тұр. Қане кейін? Не деген керемет. Күн. Иә. Келесі. Бұл Нені көрді? Амайым таң қалып тұрды. таң қалып тұрған сияқты. Қалай? Шымен ба? Шымен алып қосып кетті ма? Деген сияқты ма? Кетті алынаға көкем. Точно бір нәрсе бүлдірген кезде, иә? Иә. Мысалы, сен Нұршапаға сен бір затыңды сындырып қойды сол кезде? Неге сындырасың, саған кім ұста деді ма? Десе. Жоқ, олай болу мүмкін емес. Сен не істедің? Қатты айқайлайын ба? Осыны көрсетсем болады. Жоқ! Так, как раз мамаң не істеп жатыр, деп ойлайды қазір. Құтқарыңдар десе. Құтқарыңдар. Таң қалу ма? Таң қалу. Турнададай таң қалшы. Мәссаған. Күшті, иә, студент ше. Кеттік. Қуандым. Алақай. Кастингтен өттім. Иә, кастингтен өттім, алақай. Жуамыз. Мен олай болады деп ойлаған жоқ едім. Абайламайсың мен. Кеттік. Келесі. Ашуланым. Сен тағы не білдірдің? Қоймайды екенсің сен де. Келесі. Ашуланып болдың енді не істейміз? Сабыр. Сабыр. Иә, керемет. Ал, один дома. Керемет. Жақсы бүгінгі қыздардың бары. Ой, молодец, шынымен. Иә, қараш бер. Вообще күшті. Кевин қалып кетті. 3-ші серияға сен түсесің. Мұна әпкеңді қараш. Көзі көк. Камераға. Тура өзі, дәл өзі эмоцияның. Молодец, Арнор. Ал енді мұна бір ағаңызды көріңіз. Бұл не істеп тұр? Қорқып. Бұл ашуланып тұрған сияқты. Қорқыныштан айқайлап тұр, қорықпа деп тұр ма? Кәне осылай камераға қарап айқайлашы кәне. Қорықта! Молодец, жарайсың. Келесі эмоция. Мынау қандай эмоция? Бұл демек ренжу, иә? Біреуге кішкентай еркелеп қалғаныңыз бар. Кәне ренжиміз бізде камераға қарап. Туп-тура. Молодец, Арнұр. Тура келді, кетті. Келесі эмоция. Мына әпкеңнің эмоциясы қандай? Демек қуаныш. Тек мына әпкеңе тістерін ғана жетпей тұр, қалған бәрі күшті. Ештеңе етпейді. Так, ал мына бір ағаң. Кәдімгі маған қарап. Молодец. Жарайсың, сен кәдімгі барлығын тура жасап отырсың бұл. Ең соңғысы өте оңай эмоция. Осылай ма? Иә, дәл осылай. Молодец. Қолдалып кеш. Шынымен актер болатын бала екенсің. Елдана, бізге дайындап келген өлең шумақтарыңыз бар ма? Бар.
қандай? Мұрат Мөкеұлы үш қиян деген. Үш қиян. Бір-екі шумағын айтып бере қойыңыз. Заманнан заман оралған, дүние шіркін соналған. Адыра қалғыр бұл қоныс, қайырсыз екен азалдан. Қайырсыз неге десеңіз, асан қайғы қас туған. Орақ мамай телағыз қалған екен солардан. Бізде бір сондай болармыз, артық па едік олардан. Керемет. Керемет. Сен жылатын жігітім. Көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын. Қайтпады деп, жұрт қайткен жақсылығың. Сен жыладың. Бір қат соққалдым деп, бақытсыз болып қалдым деп, жажа жырар. Өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға. Басыңдағы бүрікпе орамалма. Көтергәне басыңды. Күніңді босқа өткізіп бедің. Тағдырың неге сырайды сараң? Өмірдің барлық сәтсіздік дедің. Бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты? Тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінетпейді деп, ақ көйлек кіремейді деп, қара ешкі мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Кім айтты? Жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды, асылда қорлатпайды деп. Қиналып бекер алаңдадың-ау, ойыңда шығар өріске. Өзіңе қайтшы, ғаламда мынау жеңудің бәрі жеңіс пе? Жігітке арман жеткізіп беді, өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес ендеше. Жүректегі жеткізетін жырымды, тілім қазақ. Ұшқын атқан жалын. Ақтаратын өлеңім мен сырымды, тілім қазақ, түркілердің сарыны. Пеліндей қазағымның кеңдігі, тілім қазақ, ата-баба мұрасы. Заңғарларға қарыштайын ендігі, тілім қазақ, баққа кеткен уасып. Төрткіл әлем таңдай қағар тамсана, тілім қазақ, әрбір сөз әдемі. Керемет. Даусың таза екен, бірақ анық оқиды екенсің. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік. Мүбәрәк жүздеріңді жаңа көрдік. Атақты аш жиыныңды құттықтауға бауырлас қырғыз елі саған келдік. Жүйріктер жеткізбейді қою шаңға. Мен Ақынбай Айнұр Жанова, республикалық бірыңғай жасуан балуан мен жасөспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып, өз отанымыздың Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәрістеуге, туған жерім отанымды мақтаныш етуге, ата-анамды қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, табиғатты аялауға, жасуан ережесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарымыздан талап етуге ант етеміз. Біздің жерлестеріміздің даңқты ерлігі өнегесі негізінде елге үйренуге, өнегесі негізінде отанға шексіз қызмет етуге ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Жарайсың, антың қабылданды. Сосын қосымша актер болуға да ант етші. Мен актер болуға, Қазақстанның киноларына танымал қылуға ант етемін деп айтшы камераға. Мен актер болуға, Қазақстанның киноларына түсуге, Қазақ киносын танымал қылуға ант етемін деп айт. Қазақ киносын танымал қылуға ант етемін деп айтшы. Қазақ киносын танымал етуге ант етемін. Болды, Арнұр, сенде менің бізде номерің бар. Ешті саған хабарласамыз. Молодец. Қазір Елдана, сіздің есте сақтау қабілетіңізді анықтайық. Жаңалтпашы айтамын, сол жаңалтпашы қайталап бересіз, жарай ма? Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хакім қатасып отыр. Келесі. Келесі. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп, иә? Доп деп, дөп деп. Сүрінген. Сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе дейді. Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген. Сүрінген бе? Жарайды. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. 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 Жарайды, түсінікті. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Керемет. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Жарайды. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Жақсы, керемет. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хакім шатасып отыр. Сосын қаташып отыр. Сосын қаташып отыр. Шатасып отыр десе. Кеттік. Доп деп, дөп деп.
доп деп дөп деп. Керемет. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Жарайды, түсінікті. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Мен сияқты десе. Доп деп, дөп деп. Доп деп дөп деп. Керемет. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Молодец, күшті. Осыдан шатасатын еді бәрі. Даже өзіміз шатасамыз кей кездер. Дайынсың ба? Кеттік. Доп теп, дөп теп. Доп деп, дөп деп. Молодец. Бір-біріне сәл ұқсас демесең күшті. Келесі. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хакім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Молодец. Күшті. Ал келесі тапсырма сезіну тапсырмасы дейді. Ол былайша айтқанда сіз жоқ нәрсені елестетіп жасауыңыз керек. Мен сізге қазір тапсырма берем, соған қарай. Елдана елестетіңіз. Дәл осы үстіңізде киіммен сіз кешке қарай суықта қалып кетсіңіз остановкада. Кәнекей? Жаураймыз, остановкада қалып кеттіңіз. Жаурай бер. Жаураймыз, дала күн суық, қар жауып жатыр, автобус жоқ, киімің қалып кеткен. Жаураймыз. Қалай жан жаққа қарап қойсаң болады, сөйлеудің қажеті жоқ. Жан жаққа қарап жаураймыз. Жарайды. Не істейміз? Жаураймыз. Автобус жоқ, қарап қоямыз жан жаққа. Кеш болып кетті, мен қорқып баратырмын. Телефоным да жоқ қой жанымда. Таксилерде тоқтамайды, ақшам да жоқ. Енді не істесем болады мен? Таксиге мінуге қорқасың. 5.32 көріп аласың. Не істеймін? Деп таң атқанша күтемін. Жарайды, керемет. Мен жақта басқа нәрсе істеп. Тұрай бер. Тұра өтсін. Мен қуырып атырмын, жарайды. Осы айтыз. Күйіп кететін болдым ай. Сол кезде не істедің сен? Қолын кесіп алдың. Иә. Кесіп алсай? Кесіп ана не істейді адам? Айбай қолым. Не қылды? Қолымды кесіп ал. Қай жер? Мына жер. Қанап отыр ғой? Қорқпайсың ба? Ау, ашытып жатыр ғой Ашытып жатыр ма? Давай, не бар еді өзіңде? Абайламайсың ба? Көзің қарамайсың ба? Өзіңіз ғой асығып кеткен. Сәлеметсіз бе? Саламатсың ба? Автобус келмеді ме? Білмедім. Өзім де осы жерде бірінші рет қалып тұрмын. Қалып кеттің ба? Автобус келіп отқан сияқты. 32 екен. Саған барам ба? Жоқ. Бармайым ба? Ой, неткен суық еді. Иә. Сіз жеңіл киініп отырсың ғой, курткаң жоқ па? Курткам автобуста жаңа қалып кеткен еді. Автобустан түсіп қалмасың да? Иә, басқа автобусқа мінуім керек еді. Екі пересадка жасайсың ба? Иә. Қай жақта тұрасың сонда? Әлім клубы жақта. Суығын-ай. Мен автобусым келді. Кеттім. Жарайды, сау болсын, жолың болсын. Жақсы. Кетіп қалдым, сен қалып кеттің. Ой, не істеймін? Ешқандай автобуста көрінбейді ғой. Телефоның бар ма? Телефоным ана жақта қалып кеткен. Звондамайсың ба үйдегілерге алып кеттім. Жарайды, жақсы. Бірінші соққыны қабылда. Яғни мен мына беттен ұрсам, яғни былай дейді ғой, дәл осылай істеп, одан кейін таяқ жеген адам ұстап аймақ сөйлесін. Дайынсың ба? 1, 2, 3. Камераға қарап істе. Ауырып қалды ма? Кешір. Елдана, ендігі келесі тапсырма. Бұл тапсырма демесек те болады. Ата-анамыз бар ғой, сол кісілерге арналған өзімнің алғысыңды болмаса, сол кісілерге айтар ойың болса, бүгінгі осы біздің бағдарламаны қолданып айтсаң болады. Өйткені ертең ол кісілер сіздің сәлеміңізді көре алады. Мүмкін ол кісілерге осы уақытқа дейін рахмет көп айта бермейміз ғой, күнделікті жақсы көретінімізді. Ал енді камера арқылы айтсаң болады.
Анашым, әкешім, мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Біріншіден, анашым, сізге өте алғысым шексіз. Осы дүниеге әкелгеніңізге, жарық дүниені көрсеткеніңізге, және бұл жерге келудегі маманың поддержкасы мен әкемнің поддержкасы өте көп болды. Екеуіңізге алғысым шексіз. Яғни осы дүниеге әкелгеніңіз үшін рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Және де ешкімнен кем қылмай, осы жұлдыздар академиясына әкелгеніңіз үшін рахмет. Мен сізді қатты жақсы көремін. Анашым, сізге рахмет. Мені көкке көтеруге ұмтылғаныңызға рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Енді мені көкке көтерсін, адамдармен ашық сөйлесіп, мейірімді болсын деген мақсатта емес, енді арманын орындалсын. Сондай мағынада әкелгеніңізге рахмет. Енді осы тілеу. Біз сізді жақсы көреміз. Иә. Анашым, әкешім, сіздерге сәлем жолдаймын. Мен егер кастингтен өтіп кетсем, сіздердің де қуаныштарыңыз деп ойлаймын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мама, сіз мені осы кастингке алып келгеніңіз үшін мен сізді өте мақтан етем. Мен сізді жақсы көрем. Мен сізді жақсы көрем. Болашақта мен сіздің үмітіңізді ақтаймын. Болашақта мен сіздің үмітіңізді ақтаймын. Және сені көріп отырған көрермендерге пока деші. Пока. Бетті. Пока. Пока. Иә, қымбатты көрермендер, сау болыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Қымбатты ата-аналар, егер де сіздер де өз ұл қыздарыңызды алып келгілеріңіз келсе, онда Мейрам Академия сіздерді күтетін болады. Біздің бағдарламамызға келіп, ұлыңызды немесе қызыңызды түсіру мүмкіндігі сізде де бар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау, саламатты болыңыздар.